Ауду биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля расулилля. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул угдатан мин лисани яфқаху қаули. Алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Алла тағала Құранда не дейді? Ей иман келтіргендер, Рамазан айы келгенде ораза ұстаңдар, мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер. Яғни тақуалыққа жету үшін деген мағынада айтылады, аят. Енді бәріміз Рамазан айын күтіп жүрміз. Рамазан айындағы біздің негізгі мақсатымыз тақуалыққа жету деп Алла тағала Құранда аятта айтып тұр, яғни біз осы Рамазан айында негізгі мақсат етіп тақуалықты аламыз. Енді бірақ көбі бір қызығы, енді өзімде біраз жыл тақуалықты мен тек қана Алладан қорқу деп түсініп келдім. Және ол да бір жаңағы құлшылықтардың ішіндегі енді тәубе ету, жаңағы Аллаға махаббат деген сияқты бір тақуалық деген сияқты бір кішкентай ғана бір ступенькасы деп ойладым. Ал шындығында тақуалық дегеніміз не? Тақуалық ол біздің негізгі ұмтылған нәрсеміз екен. Тақуалық, ал қалған нәрселердің барлығы сол тақуалыққа жұмыс істейтін нәрселер екен. Сонда біз сол тақуалықтың түпкі сырын білмегендіктен, негізгі тақуалықтың ең маңызды нәрсе екенін түсінбегендіктен, көбіміз не істейміз? Тақуалықты тек қана Алладан қорқу деп қана бір қабылдап сөйтіп жүрміз, және біздің негізгі мақсатымызды түсінбегендіктен бағытымыз әр жерде жүрміз. Мысалы, бір жолға шыққан адам өзінің бағытын білу керек. Ең жететін межесін білу керек. Қай жерге жетеді, Сол сияқты біз осы жалпы ораза ұстаған кезде, намаз оқыған кезде, құлшылық жасаған кезде, Құран оқыған кезде біз неге ұмтылып бара жатырмыз? Қандай дәрежеге жету? Ол осы тақуалыққа жету екен. Сонда Алла тағала жаңағы ей иман келтіргендер деп, я айюхаллазина аману деп бастайды. Ей иман келтіргендер. Мысалы, мен айтам, ей шәкірттер бері қараңдар деймін, Сол кезде мен сіздер менен қандай бір не күтесіздер? Сіздер менен бір ұстаз шәкірттер деп бір нәрсе айтайын деп жатыр. Осы мешітке қатысты, білімге қатысты, діни білімге қатысты, Құранға қатысты, білесіздер. Сонда тақуалыққа жететін кім екен? Иман келтіргендер екен. Сонда біздің Алла тағалаға иман еткеннен кейінгі мақсатымыз тақуалыққа жету екен. Иман дегеніміз не? Бірінші, Алланы Раббым деп сену, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбарым деп сену, одан кейін періштелерге сену, кітаптарына сену, және ақырет қайта тірілетінімізге, тағдырға сену, қабірге сену. Яғни осының барлығы біздің иман деген ұғымды қамтиды. Біз ей иман келтіргендер деген сөзге көбіне жеңіл қараймыз. Ей иман келтіргендер десек, жалпы мұсылмандар айтып жатыр деп, иман келтіргендер деген сөздің өзі сондай астары өте үлкен екен. Иман келтіргендер деген шынайы иманы Раббысымен, яғни Алланы танып, жүрегінде сол иман ұялап, сол Аллаға деген махаббатын өміріне негіз қылып алған адамдар. Біз әрқайсымыз ей иман келтіргендер деген кезде, маған айтылып жатыр деген кезде, сол иман келтіру деген сөздің жауапкершілігін түсінуіміз керек екен. Иман келтіру деген сөз, осы жаңа айтып кеткен нәрсенің бәріне сену, кітаптарына, оның ішінде Құранда келген, оның бәріміз қайдан білдік? Құран арқылы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистер арқылы білдік. Ендеше иман келтірген адам кім деген кезде, Құранды өзіне жолбасшы етіп алған адам екен. Құранды өзіне жолбасшы, яғни Құранға соншалықты сенген, иман еткен, әрбір сөзін жүрегіне алған, Алла тағаланы танып, яғни Алланың сөзі екеніне сенген. Және өмірінің кез келген жерінде Құранды жолбасшы етіп алған адам. Не дейді? Ақиқатында Алланың қасында ең қадірлілерің тақуаларың дейді. Құжырат сүресінде. Ең қадірлілерің кімдер? Тақуаларың. Алла тағалаға бүкіл адамдардың арасында
дәреже тұрғысынан ең қадірлісі кім екен? Тақуалар. Мысалы біз айтамыз ғой, мына отырған жаңағы адамдардың ішіндегі ең маған қадірлісі, мысалы анам деп, бүкіл адамдардың ішінде деген сияқты. Өзімізге бір қадірлі адамдарды айтамыз. Мысалы бір қонақ шақыратын болсақ, ойбай, ана құдаларға деп арнайы бөлек дастархан жасаймыз. Өйткені ол қадірлі қонақ. Көрдіңіз бе? Сол сияқты адамдардың ішінде Раббымыз тақуаларды не дейді? Алланың қасында. Алла үшін сіздің дәрежеңіз сыртыңызбен, бейнеңізбен, басқа нәрселеріңізбен өлшенбейді, даже іліміңізбен өлшенбейді. Іліммен де өлшенбейді. Мен көп білуім мүмкін, бәленбай сүре жаттаған болуым мүмкін. Бірақ менде тақуалық болмаса, ол ілімім өзіме қарсы жұмыс істеп кетуі мүмкін. Сондықтан да Алланың алдында біздің дәрежеміз тақуалық арқылы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, тақуалық деген не деген кезде, тақуалық мына жерде деп жүрегін көрсеткен екен. Тақуалық қай жерде екен? Жүректе. Бұл бір жүректің күйі екен тақуалық деген. Адамның жүрегінде осы амалда, мысалы ораза ұстаймыз, тақуалыққа жету үшін. Намаз оқимыз, тақуалыққа жету үшін. Құран оқимыз, тақуалыққа жету үшін. Білім аламыз, тақуалыққа жету үшін. Тақуалық бір жүрегіміздегі бір шкала сияқты. Ол не істейді? Адам мына алған ілім, кез келген құлшылық, сол тақуалықты не істеуге, гүлдендіруге, сол тақуалықты көбейтуге жұмыс жасау керек қой. Ал егер сіздің іліміңіз оған жұмыс жасамаса, сіз қанша жерден амалдар жасасаңыз да, сіздің тақуалығыңыз өзгермесе, ол даже амалдан да пайда жоқ екен. Білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, көршісіне сондай зиян тигізіп, бірақ түнімен тахаджуд оқитын әйел туралы айтады. Пайда бермейді құлшылығы, оның тақуалығы болмаса. Ендеше тақуалықты көбі ойлайды, тақуалық дегенде, ойбай, ана намаз оқиды, ораза ұстайды, құлшылық қылады, мынау тақуа деп. Ол тақуалыққа жеткізетін амалдар, адамның жүрегі әлі тақуалыққа жетті ме, жеткен жоқ па, біз оны оған қарап өлшемейміз. Және де Құрандағы негізгі алғы шарт ол тақуалық. Алла тағала не дейді? Сендер кітаптың кейбір жеріне сеніп, кейбір жеріне қарсы келесіңдер ме? Сендерден кім бұндайды істесе, әрине олардың жазасы дүние тіршілігінде қорлық, қиямет күнде қатты қинауға қайтарылады. Енді біз Құранға иман еттім дейміз, жаңағы ей иман келтіргендер деген кезде, иман еттік дейміз, бірақ Құранның кейбір жерлерін аламыз да, кейбір жерлерін өзімізге ыңғайлап жасап аламыз. Ялмаса кейбір жерлерін мүлдем мән бермейміз. Мысалы Құранда намаз туралы айтылады, ораза туралы айтылады, сол сияқты өсек айтпау туралы да айтылады. Не істемеу? Біреудің хақысына кірмеу туралы да айтылады, аманатшылдық туралы айтады, уәдеде тұру туралы айтылады. Ал біз не істейміз? Ол жақтарына бүйтіп қараймыз, жаңағы тек қана құлшылықтарды ғана көреміз. Құран оқуым керек, үйтуім керек. Сонда біз Құранның кейбір жерлеріне сеніп, кейбір жерлеріне сенбейсің ба дейді. Ендеше сен иман еткен кезде Құранның аяты саған, не әрбір аяты сенің жүрегіңе соншалықты не болу керек? Сенген күйде қабыл алатындай болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы бізге айтты ғой, тақуалық жүректе деп. Сонда мына жәннат пен тақуалық екеуі егіз ұғым екен. Жәннат кімдер үшін дайындалған екен? Тақуалар үшін дайындалған екен. Тақуалық пен жәннат екеуі қатар ұғым. Сен тақуалығыңды арттырған сайын, сенің жәннатқа кіруің, мүмкіншілігің көбейе береді. Сонда Алла тағала Құранда не деп тұр? Раббыларыңның кешірімі мен кеңдігі көктер мен жерде жәннатқа ұмтылыңдар. Ол жәннат кімдер үшін әзірленген? Тақуалар үшін әзірленген. Қараңыздар, кімдер үшін? Тақуалар үшін әзірленген. Сонда Алла тағаланың сыйы бізде не үшін беріледі екен? Тақуалық үшін. Біз көбінде неге сеніп кетеміз? Амалдарымызға сеніп кетеміз. Ал амалдарымыз бізді тақуалыққа жеткізіп жатыр ма? Мен айтамын, мен қош күніге тахаджуд оқып жүрмін, нафил ораза ұстап жүрмін, мен жәннат маған гарантия шығар деген сияқты ойлаймыз. Ал сенің сол тахаджудың, құлшылығың сенің жүрегіңдегі тақуалықты арттырып жатыр ма?
Оны Алла тағала Құранда былай түсіндіріп қойған. Олардың құрбандықтарының еті де қаны да Аллаға жетпейді. Не істемейді? Алла. Біз құрбан шаламыз, құрбан айында құрбан шаламыз. Ол құрбандықтың еті де ештемесі де, яғни Аллаға жетпейді. Оған не дейді? Сендердің тақуалықтарың ғана жетеді дейді. Яғни сіздің намаз оққан кездегі анау қимылыңыз, амалыңыз емес, ана жүрегіңіздегі тақуалығыңыз жетеді. Құрбан шалған кездегі сіздің жүрегіңіздегі тақуалығыңыз жетеді. Қараңыздар. Осылайша ол сендерге оларды бағындырды, сендерге тура жол көрсеткені үшін, Алланы ұлықтауларың үшін. Не үшін? Алланы ұлықтауларың үшін. Сонда бізге ислам бізге форма маңызды емес екен. Бізде маңызды не екен? Мазмұн. Қимылымыз, Пайғамбар саллаллаху айтады ғой, кейбір адамдар бар, намаздан тек қана шаршау алады. Кейбір адамдар бар, оразадан тек қана ашуды алады. Сонда ол жердегі біздің 5-6 рет тұрып отырғанымыз емес, жүрегіміздегі тақуалық Раббымызға хушук, ықылас жететін. Тақуалыққа жетудің 3 шарты бар екен. Тақуалыққа жетудің формуласы деп айтсақ болады. Тақуалыққа жетудің неше шарты бар? 3 шарты бар екен. Сонда ең бірінші шарты Құранға лә ройба фихи деңгейінде иман ету. Не деген? Күмәнсіз сену Құранға. Ең бірінші шарты не екен? Күмәнсіз сену. Мысалы, көлік айдап келе жатырсыз, көлік айдап келе жатырсыз, сіздің алдыңызда келе жатқан көлік, немесе жолдасыңызбен келе жатсыз, жаңағы шамын маргат етті, өшіріп жақты. Біз нені түсінеміз? Абайла, алда не тұр? Гай тұр. Яғни ол бізге не? Сигнал, Біз бірақ бір рет маргат еткенде не істейміз? Мына жерде гай тұрған шығар деп, бір күмәнмен, шынымен гай тұр ма екен, әлде ол байынша істеді ме екен деген сияқты не болады бізде? Бірінші күмән болады, күмән көбірек болады, бар ма, жоқ па деген сияқты. Кішкене болса абайлап жүрейін, мүмкін бар шығар гай деген сияқты. Екінші рет маргат етті, екінші рет жарығын шамын өшірді, жақты. Біз нені түсінеміз? Екінші машина істетті. Шынымен де гай бар ғой деймін. Бағанағыда қараған кезде сеніміміз не істейді? Нық болады. Шынымен қой, нені жайырақ жүрейін. Екінші машина жарығын өшіріп жақты ғой. Шынымен де ана жақта жаңағы жол полициялар тұрған шығар деген сияқты сеніміңіз күшейеді. Енді тағы да келе жатырсыз, үшінші машина жарығын шамын өшірді. Не істейсіз? Уже сеніміңіз күшейе ма? Күшейеді. Яғни сеніміңіз күшейеді. Точно бар. Точно алдымда, жол полициясы тұр деп. Үшінші рет уже сеніміңіз нық болады. Сонда сенімнің дәрежелері, біріншісінде сізде бүйтіп тұрдыңыз, екіншісінде сәл кішкене жан-жағыңызды жинай бастадыңыз, үшіншісінде уже нық сендіңіз. Осы яқини сенім деген біз Құранға иман еткенде де яқини сеніммен иман етуіміз керек екен. Не? Алла тағалаға деген иманымыздың кәміл болуы. Біз көбінде дейді басқаларға ислам туралы айтқан кезде бірден Аллаға сенімін оның орнықтырмай жатып, намаз оқы, құлшылық қыл, ораза ұста деп біз амалдарды айта береді екенбіз. Сонда тақуалықтың алғы шарты бірінші ол иман, яқини иманға жеткізу. Сонда біз ең бірінші Раббымызға деген шексіз сенімімізді нығайтуымыз керек. Мысалы, намаз бастағысы келіп жүрген қыздар болса, қазір мысалы эфирден көріп отырған қыздар болуы мүмкін. Ең бірінші Алланы тану, Аллаға деген махаббатты арттыру, Алла тағаланың шексіз құдіреті, мысалы, әлемді жаратқан, мысалы, тафаккур, тадаббур, мысалы, біз Аллаға махаббат марафонында айтып жатырмыз, осы нәрселердің барлығы біздің мына жүрегіміздің иманын тереңдетеді екен. Адамның иманы тереңдеген кезде ол одан кейінгі алғы шарттар міндетті түрде жасайды. Ал біз бірінші лә ройба фихи деңгейінде иман келтірмей жатып, екінші, үшінші деңгейге өтіп кеткіміз келеді. Сол үшін да, мысалы, Алла тағалаға
иманы терең болмай жатып, яғни алла тағаланы шынайы танымай жатып, Раббысының сондай бір ұлықтығын жүрегімен сезінбей жатып, бір кішкене әсермен бірден жаңағы амалдар жасайды да, біраз уақыттан кейін ол әсер кетіп қалғаннан кейін ол амалдарды тастап кетіп жатады. Міне сіздерге нәтиже. Міне сіздерге орамалын шешіп жатқан адамдардың, намазын тастап кетіп жатқан адамдардың негізгі олардың біз оларды бір жау көреміз ғой, ой деген сияқты. Негізінде адам яқини иманға жеткен кезде амалды ешқашан тастамайды. Сол үшін егер сіз біреуге жаңағы исламды үйрететін болсаңыз, ең бірінші Аллаға махаббатты, оған Раббысымен таныстырып, жүрегіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы меккелік кезеңде не істеген? 13 жыл бойы не істеген? Иманға шақырған. Қияметке, ақыретке, Аллаға иман, жәннат, тозақ, меккелік аяттардың барлығы иманға шақыратын аяттар. Көрдіңіз ба? Сонда бірден құлшылықтарды, намаз оқы, ананы оқы, мынаны оқы деген сияқты бірден құлшылық емес. Аллаға махаббатты. Біздің мына көбінде мұсылмандардың жіберетін қатесі, қазір біреу жаңағы қасына жауап кетті ме, намаз оқы, намаз сені құтқарады, намаз сені ауруыңнан жаздырады, намаз оқысаң ғана жұмысың бәрі жүріп кетеді, намаз оқысаң ғана күйеуің күшті күйеу тауып аласың. Яғни дүниемен қызықтырып, намаз оқытып жібереді. Сосын барып ол не істейді? Ана дүниеге жетсе жетті, жетпесе ол. Өйткені оның шын жүректен Аллаға оны негізгі мақсатын түсіндірген жоқ. Раббысын танытқан жоқ. Аллаға деген иманын тереңдеткен жоқ. Адамның жүрегі Алланы жақсы көріп бастаған кезде не істейді екен? Жақсы көрудің дәрежелері болады екен да. Сонда адам Алланы шексіз жақсы көріп бастаған кезде амалды істемесе тұра алмайтын жағдайға жетеді. Өзі-ақ Раббымды қалай разы қылсам екен? Раббым маған не деп жатыр? Құранның әрбір аятын сіңіреді. Сондықтан да біз намаз оқып жүрсіз ба? Иманыңызды арттырумен шұғылданыңыз. Ол не? Алланы тану. Алланың ілімдер, мысалы, Алланы танытатын ілімдерді терең меңгеру. Содан кейін адам шынайы иман яқиниға жеткен кезде білімді тоқтамай ары қарай ала беру керек. Біз көбінде не істейміз? Жаңағы айтқан екінші деңгейге секіріп кетеміз, Сондықтан да біз осы Алла тағалаға деген иманымыздың шексіз, сондай терең болуына жұмыс жасауымыз керек. Құранда Алла тағала былай дейді, Ибрахим сүресінде, ол бір көркем сөз дейді. Енді біз иман еткенде қандай көркем сөз айтамыз? Ла илаха илалла Мұхаммадур Расулалла. Сол көркем сөз біз айтамыз, шынайы Раббым саған иман еттім деген кезде осы сөзді шахадан айтамыз. Ол бір бейне бір ағаш сияқты дейді Алла тағала. Ол ағаш тамырын тереңге жіберген дейді. Ол тамырын неғұрлым тереңге жібереді, ағаштың бұтақтары соғұрлым мықты болып, керемет жемістер бергелі тұр дейді. Ла илаха илалла Мұхаммадур Расулалла. Яғни шынайы иман ету. Енді осы жерде яқин деген сөзге келейік. Яқин, анық иман. Анық иманның дәрежесі қандай? Енді қазір бәріміз ойланып отырған болуымыз мүмкін, менің иманым қандай дәрежеде? Бұл Алла тағаланың бүкіл жерде сені көріп тұрғандығын сезу. Бұл Алланың көркем сипаттарын жүрекпен сезу. Мысалы, Алла тағаланың әл-басир деген есімі бар, әс-самих деген есімі бар, әл-хабир деген есімі бар. Бүкіл нәрседен хабардар, және сені бүкіл жерде бақылап тұр, көріп тұр, және естіп тұр. Егер сіз осы сипаттарды терең таныған болсаңыз, сіз үнемі яқин дәрежесінде боласыз. Анық, мен Раббым көріп тұр. Жалғыз қалсаңыз да, қандай жағдай болса да, Раббым мені көріп тұр. Әл-басир сипатын Алланың көруші. Біз кейде бітеміз, дұғамыз жасап атамыз да. Бұрын менде сондай бір Алланы дұрыс танымаған кезімде намаз оқып жүрем, бірақ былай болатын. Дұға еткенде, кішкентай кезімде да, аспанға қарап жатам да, әлем деген өте үлкен. Енді мен дұға етіп жатырмын, сыбырлап, миллиард адам бәрі дұға етіп жатыр ғой деп ше, кішкентай кезімде сөйтіп ойлайтын. Сол қаншама адамның сөзін шатасып кетеді ғой дейтінмін да. Өйткені мен санам әлі Алланы танымаған ғой.
қайсы бірінің дұғасын ести береді, соның ішінде менің дұғамның қалай шатасып кетпейді деп сөйтіп ойлайтынмын. Я болмаса мен жайлап сыбырлап айтып жатырмын, мысалы жүрегім. Енді қаншама адамдар сыбырлап жатыр, естімей қалуы да мүмкін ғой деп ше. Қараңыздар. Сонда біз Раббымызды танымаған кезде Раббымызды солай шектеп қояды екенбіз да. Ал Алла тағаланың не үшін Алла тағала Құранда Самиғул алим деп Алла тағала бізге қайта-қайта айтады. Естуші, білуші. Алланың естуін біз салыстыра алмаймыз ештеңемен. Мысалы қараңыздар, мен өзімнің естуіммен ана мысықтың, иттің естулерін салыстыра аламын ба? Ал біз есту ұғымын тек өзімнің есту ұғымымен ғана, адамдардың бәрі басқа нәрсе, яғни Алла тағала деген кезде де өзімдікімен салыстырады екен да. Ал мен шектеулімін. Алланың бір ғана жаратылысымын. Енді қараңыздар, мына мысық, ит ана жақта жатып, мына бәленбай жақта тұрған нәрсені иісті сезіп қояды, құлағы естіп қояды. Сытырлаған дыбыстарды. Мысалы, жылқы, түйе қабірден кетіп бара жатқан кезде кісінейді дейді. Ол не істейді? Қабірдегі адамдардың азапталып жатқанын естиді. Яғни біздің естуіміз бірдей ма? Бірдей емес. Хотя біз сол жерден өтуіміз мүмкін, бірақ оны естімейміз. Бірақ жануарлар естиді, көрдіңіз бе? Сонда есту ұғымының өзі әртүрлі дәрежеде екен ғой. Сонда осы естулердің бәрін жаратқан Алла тағаланың естуі қандай? Ол қандай сен сыбырлап, тіпті сөйлемей жатсаң да жүрегіңдегі нәрсені есту. Сыбырламай-ақ жай ойыңмен айтқан нәрсені естуші, көруші. Мысалы, көруші деген кезде біздің көру сипатымызбен бүркіттің көру сипатын салыстыра алмаймыз. Бүркіт анау бәленбай километр жерде аспанда ұшып бара жатып, қанша самолет, ұшақпен бірдей ғой олардың ұшуы. Біз ұшақпен кетіп бара жатып, ана үйлерді әрең көреміз ғой. Ұшақпен кетіп бара жатып, жерде кетіп бара жатқан көртышқанды көріп қояды. Ойлаңызшы, бүркіттің көзін көргіштігі. Алла тағала оның көру қабілетін мықты қылып қойған. Кім оны көру? Біздің көруіміз тек қана бір белгілі деңгейге дейін. Судың астындағы балықты көреді. Қараңыздар. Сонда біз Алланы қалай өзіміздің даже бүркітке жетпей тұрған көзімізбен салыстырамыз? Алла тағала бүкіл нәрсені, бір уақытта бүкіл нәрсені бірдей естуші. Тіпті Алла тағала Құранда айтады ғой, ана ағаштан түскен әрбір жапырақты көруші. Енді сіздерге айтайын, сіздер жарайды ағаштан көрген жапырақты көрмей ақ қойыңыздар. Мына жерде тұрған қаншама ағаштарды көре аласыздар ма, бөліп-бөліп. Бізге бәрі бірдей сияқты болып көрініп тұрады, Сонда Алла тағала бір ағаштан қаншама мыңдаған жапырақтар түседі. Сонда әрбір түспеген жапырақтан хабардар екен Алла тағала. Білуші. Ендеше сенің миллиард адам бір сәтте дұға етсе де, сан жетпес адам бір сәтте дұға етсе де, Алла тағала оны естуші, көруші. Және сіздің жүрегіңдегі нәрсені көруші. Сіздің өткен шағыңызды да көруші, болашағыңызды да көруші. Сол ілімімен Алла тағала не істеп қойды? Тағдырды жазып қойды. Біздің тағдыр деген нәрсеміз Алланың ілімімен. Көбі сол тағдырға келгенде талшық жасап жатады. Тағдыр, яғни Алла тағала сіздің қай уақытта ниет ететініңізді, қай уақытта дұға ететініңізді, не нәрсені қалайтыныңызды, қаламайтыныңызды барлығын о баста біліп, белгілеп қойған. Не істеп қойған? Жазып қойған. Сондықтан да бұл Алланың іліміне қатысты. Тағдыр деген кезде бұл Алланың іліміне қатысты нәрсе екенін түсінуіміз керек. Енді екінші нәрсе сәмға. Сәмға деген есту деген сөз. Жалпы есту, енді осы тақуалыққа байланысты құлақ салу. Мысалы, қазір сіздер мына жерде отырсыздар, кейбіреулер бүйтіп естіп, бәрін жүрегіне, құлағына салып, жүрегіне сіңіріп отыр, Кейбіреулер телефон шығып отқан болуы мүмкін. Естіп отқан жоқ. Ойы басқа жақта, алмаса көзі менде, үйіндегі ойының бәрі, балалар не істеді екен, тамақтарын ішті ме екен, тұрды ме екен, анау ұйықтап қалған жоқ екен деген. Оны есту деп айта алмаймыз. Яғни естудің өзі түрлері болады, Сонда сәмға қандай ол? Құлақ салып есту. Шын қазір жүрегіне құйылып атқан адамдар бар. Алланың ілімі, Сол сияқты Құранның аятын есту дейді. Ананы оққан кезде,
былай екен ғой деп. Көрдіңіз бе? Ал сіз Құранның аятын естіп жүрсіз ба? Әрбір аятын оққанда, Раббым былай айтқан екен ғой. Раббым былай айтқан екен ғой. Көрдіңіз ба? Сонда тақуалықтың екінші шарты, біріншісі яқини сенім, екіншісі не екен? Сәмма, құлақ салу. Есту, Раббымызды есту, Құран аяттарының барлығын есту. Мысалы, яхудилерді алып қарайтын болсақ, яхудилер сәмиғна уә ғассайна деген екен. Яғни, естідік және не істедік дейді? Тіләзарлық қылдық, тыңдамадық деген сөз. Біз ана тіләзар деген сөз бар, осы күшті келеді. Баламызға айтамыз, құлағың жоқ па сенің, мен саған айтып жатырмын ғой дейміз, бір нәрсені айтып жатсаң да бала естімейді. Яхудилер сөйтетін болған. Естідік, бірақ тіләзарлық қылдық деп айтады. Тыңдамадық деген. Тыңдамау деген сөз бар ғой, Ал мұсылмандар не деп айтқан? Сәмиғна уә атағна. Естідік, бойұсындық. Яхудилар мен мұсылмандарды бөліп тұрған нәрсе. Сонда адам, бізде қазір көбі Алла тағаланың Құран аяттарына естімейді, естуге тырыспайды, тыңдауға тырыспайды. Раббым маған не айтып жатыр Құранның ішінде? Раббым осылай айтыпты ғой. Әрбір нәрсені сіз естіген кезде жүрегіңізге барып құйылады сол нәрсе. Ой түйесіз. Сонда екінші нәрсе не екен? Тақуалықтың екінші шарты сәмға, құлақ асу. Сонда тақуалықтың үшінші шарты ол бойұсыну. Раббыңа бойұсыну. Ол үшін сен, мына қараңыздар, тақуалық ол иман келтіргеннен кейінгі болатын дәреже. Сіз Құранға толық сенгеннен кейін оның әрбір аятын естисіз, сосын барып міндетті түрде естігеннен кейін амалға асырасыз. Осы үш формула, міне, мынау сену, иман ету, яқини, құлақ салу, бойұсыну. Осы үш формуладан не шығады екен? Тақуалық шығады екен. Алла тағала бағана айтып кеттік, тақуалыққа біздің жетуіміз, Алла тағала бүкіл сыйлығын тақуаларға уәде етіп қойған. Және Құранда мынандай аят бар. Біз мысалы бір қиындыққа тап болуымыз мүмкін, Енді я болмаса дүниелік бір мәселелер болуы мүмкін. Немесе біз балаларымызды уайымдауымыз мүмкін, Дүниелік мәселелеріміз болуы мүмкін, балаларымызды уайымдауымыз мүмкін. Бір нәрсе қарызға кіріп кетіп, қиындыққа, тығырыққа тіреліп жүрген болуымыз мүмкін. Сонда біз ананы уайымдап, бас қатырып жүрген болуымыз мүмкін, Бірақ Алла тағала не дейді? Кімде-кім тақуалық қылса, дейді, біз оған ойламаған жерден шығатын жол береміз. Ризық береміз. Сонда сіз қандай да бір қиындыққа тап болсаңыз, немесе бала шағаңызды, сіз оны уайымдап, ананы бас қатыру емес, сіздің міндетіңіз тақуалық қылу екен ғой. Раббым деп тақуалық қылсаңыз, Құран аятына амал етсеңіз, Алла тағала не деп тұр? Егер сен ақшада тіреліп тұрсың ба, Алла тағала ойламаған жерден ризық жіберемін. Және де сен балаларыңды уайымдайсың ба дейді. Жалпы ғалымдар айтады. Шынайы тақуа болған адамдардың ұрпақтарын Алла тағала өзі тәрбиелейді. Көрдіңіз бе? Байқасаңыздар, қазір намаз оқып жүрген адамдардың көбінің аталары, ата-бабалары тақуа кісілер болған. Біреу айтады, менің атам молда болған, менің атам намазын қаза қылмаған, жаңағы бұлақты теріс айналдырып жіберген деген сияқты, Ол жердегі дұғасы қабыл болуына байланысты. Сонда тақуа болсаңыз, Алла тағала сіздің ұрпағыңызды да салиқалы құлдардан жасайды. Сіздің тақуалығыңыз арқылы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да тақуаларға Алла тағала бұл дүниеде де бүкіл сыйлықты, нығметті беріп қойған, Және ақыретте не дейді? Олар үшін жәннатты дайындап қойған. Енді осы тақуалыққа қалай жетем? Ең негізгі сұрақ бізге, Негізгі сұрақ. Ол әрқайсымыздың ішімізде тұр. Енді осыған қалай жетем мен? Жеткіміз келе ма? Әрқайсымыз жеткіміз келеді, Сонда біздің Рамазан айы келе жатыр. Осы, мысалы, Рамазан айы келген кезде біздің басты мақсатымыз осы тақуалығымызды арттыру, Тақуалығымызды арттыру. Енді осы жерде мынаны айтпас бұрын тағы бір нәрсе айтып кетейін. Жаңағы тақуалықтың белгісі. Ол не? Тақуалықтың белгісі
Ол қыздар, біз мынандай нәрсемен өлшеп қойғанбыз да, тақуалықтың белгісі түнімен тахаджуд оқу, тақуалықтың белгісі үнемі оразамен жүру, тақуалықтың белгісі жаңағы Құранмен жүру деген сияқты, иә. Ол тақуалықтың белгісі емес, қыздар. Ол тақуалыққа жеткізетін амалдар. Әрине, тақуа адам ғана ондай нәрсе істей алады. Иә? Өйткені сол нәрсе оның жүрегіндегі тақуалықты арттырып жатыр. Ал енді біздің тақуалығымыз біздің амалдарымыздан көрінеді екен. Адамдармен қарым-қатынасымыздан көрінеді. Егер біз мына жақта жүріп, отырып алып, ғайбат өсекті жіберетін болсақ, я болмаса бізден біреу зарар көріп жүрсе, үнемі біреуге жаңағы жамандық жасап жүрсек, біреудің аманатына қиянат жасап жүрсек, я болмаса басқаларға көркем мінез таныта алмай жатсақ, біреудің жаңағы Алланың разылығы үшін деп жақсы амалдар жасап жүрмесек, мысалы, жетімдерге қамқор болып жүрмесек, міскіндерге қамқор болып жүрмесек, жүрген жерімізде жақсы сөзді жайып жүрмесек, бұл тақуалық тек қана менің тек амалымда ғана бар, жүрегіме әлі кірмей жатыр деген сөз. Яғни біздің жүрегімізден тақуалық естиді амал арқылы көрініп тұрады. Мысалы, бір айтамыз ғой, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін айтайық. Пайғамбарымыз не дейді? Шынайы мұсылман әтір сататын адам сияқты дейді. Оның жанынан өтіп бара жатқан адам ананың иісін сезіп ақ рахаттанады. Немесе барып сатып алады, немесе тіпті болмаса да ананың иісінен рахаттанып кетеді. Мұсылман адамның тақуалығы солай көрінеді. Сізді көрген кезде адамның жүрегі жадырап, қуанып тұрады. Жақсылық сыйлайсыз. Ал егер сол кісімен қарым-қатынас жасасаңыз, ол сізден керемет пайдалар алады. Яғни сіз басқа бір мұсылмандарға пайдалысыз, сондай көркем мінездісіз. Ал енді жаңағы мұсылман емес адам, кәпір адам қандай? Ол бір жаңағы ұста сияқты дейді. Ұста кәпір деген сөз емес, бұл жердегі салыстырмалы түрде. Мысалы, ұстахананың қасына өтіп бара жатсаңыз, от шашырап атады, үстіңе киіміңді күйдіріп алуың мүмкін. Немесе ішіне кірсең, ана иістен тұншығуың мүмкін. Сонда ол адам не істейді? Жанында жағындағы адамдар, анада кетіп бара жатқан адамның өзі ол адамнан зиян шегіп бара жатады. Ең болмаса дұрыстап жүрсейші деген сияқты, ұрсып деген сияқты, иә. Ал белгілі бір ортаға келгенде адамдардың бәрі одан сәл қашқақтайды. Неге? Өйткені ол анамен де ұрсады, мынамен де ұрсады, ананы жамандайды деген сияқты, иә. Сонда біздің шынайы тақуалығымыз ол амалымыздан жеміс беру керек. Ораза не үшін? Тақуалыққа жету үшін. Намаз, ілім біздің жүрегіміздегі тақуалықты өсіру керек. Керісінше ілім біз алып басқаларға көрсету үшін емес, ілім менің тақуалығымды арттыру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: бір-бірлеріңді аңдымаңдар, бір-бірлеріңнің айыптарыңды іздемеңдер, бір-бірлеріңді жек көрмеңдер, бір-бірлеріңді күндемеңдер, бір-бірлеріңмен бақталаспаңдар, бәсекелеспеңдер, бір-бірлеріңмен байланысты үзбеңдер, бір-бірлеріңнен теріс айналмаңдар, тауарды өткізу үшін бір-бірлеріңнен жасанды қызықтырып алмаңдар, және де ей Алланың құлдары, Алла өздеріңе бұйырғандай бауыр болыңдар дейді. Бір-біріңді аңдымаңдар, бір-біріңді қызғанбаңдар, бір-біріңмен бәсекелеспеңдер. Ал біз не істейміз? Тақуамын, мұсылманмын, намаз оқып жүреміз, бірақ ананы көре алмай жүреміз. Ананы артынан өсектеп жүреміз. Я болмаса біреумен бақталасып жүреміз. Енді тақуалыққа жетудің формулалары қандай? Ең бірінші шынайы ықылас. Жаңа айтып кеткен, ықылас ояну үшін Аллаға деген махаббатымыз мықты болу керек. Раббым, сен үшін деген ықылас болу керек қой бізде. Мысалы, мынандай ғой, қыздар, бір күлкілі, бірақ сіздерге жетімді түрде бір мысал келтірейін. Ықылас деген нәрсеге. Мысалы, ерлі-зайыптылар болса, бір-бірін қатты жақсы көрген ерлі-зайыптылар, басқа ешкімге көз салмайды ғой. Барлық ықылас ана күйеуіме қалай жақсы көрінсем, күйеуімнің қалай разылығын тапсам, яғни ол неғұрлым
күйеуіне махаббаты күшті болады, соғұрлым күйеуіне жақсылық жасасам деген несі көп болады. Жақсылап тамақ істегізіп, жаңағы жақсылап көңілінен шыққысы келеді. Күйеуі де сол сияқты, әйелін қатты жақсы көрген сайын сыйлық әкеліп береді деген сияқты. Ал енді сіз Раббыңызды қатты жақсы көрсеңіз, Раббымның разылығын қалай тапсам екен? Қандай амалдар жасасам екен? Раббым нені жақсы көреді? Раббым қандай амалдарды жақсы көреді деген сізде міндетті түрде ықылас болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да біз Раббымызды терең танып, оны жақсы көріп, осы ықыласымызды арттыруымыз керек екен. Екінші, Құранмен байланыс. Құранмен байланыс. Мысалы, Құранды көбі тәжвид үйренеді. Ой, тәжвидін жақсылап үйренеді, Құран оқуды үйренеді, арабша үйренеді. Бірақ Құран оқу дегенді тек солмен шектеп қояды. Хатым оқиды. Негізі ол Құран тек қана зырылдатып оқу үшін түспеген қыздар. Кейбір мысалы жаңа дәстүрлі деп енді мұсылманмын деп қана жүретін адамдар қайтыс болған адамға барады да, сол арабша Құран оқып береді, ол солай мұсылмандығым деп сөйтіп ойлайды. Бірақ қайтыс болған адамға ол Құранның керегі не? Тек қана оны дұға ету үшін ғана керек. Бірақ Құранның ішінде нелер айтылған? Ақыретке иман келтір, Алла тағаланың Алланы жақсы көр, Алланың тура жолында жүр, намаз оқы, ораза ұста, құлшылық қыл деген сөздер. Ал ол тірілерге мағынасы. Біз тек қана Құранның шапағатымен олар үшін дұға сұраймыз. Дұға. Ал Құранның аяттары біз үшін. Сондықтан да біз көбінде тек арабшамен ғана шектеліп қалмауымыз керек. Екінші, парыз амалдарды толық орындау. Парыз амалдардың барлығы түпкі мақсаты жаңағы илләлләзина аману, жаңағы не деді сендерді? Уғиддат лил муттақин, тақуалыққа жеткізеді деді ма? Ораза тақуалыққа жеткізеді ма? Намазда, қажылықта, бүкіл парыз амалдар сіздерді тақуалыққа жеткізеді. Енді одан кейін нәпіл амалдарды, парыздан кейін нәпіл амалдарды орындау. Негізгі нәпіл амал сізден ерікті түрде шығады ғой. Алла тағала хадис құдсида айтады, құлым маған парыз амалдары арқылы жақындайды, нәпіл амалдары арқылы менің махаббатыма ие болады. Көрдіңіз бе? Сонда нәпіл амал арқылы біз Раббымызға одан сайын қатты жақындайды екенбіз. Тақуалық тыйым салынғанға жақындамау, күмәнді нәрседен аулақ болу. Бұл жоғарғы тақуалық. Али радиаллаху анху айтқан екен, тақуалық дегеніміз тікендердің арасында абайлап жүру деп. Тікендердің арасынан абайлап өту деп. Қараңыздар, мына жерде тікен болса, біз не істейміз? Абайлап, былай секіріп, абайлап өтеміз, Сонда тақуалық деген осылай абайлап өту екен. Неден? Харам қылған нәрселерден. Біз кішкентай нәрсенің өзіне мән беруіміз керек. Кезінде мынандай айтқан екен тақуа кісілер. Біреудің есігінің алдында кішкентай бір ине жатса, сол ине үшін сұралатынымды білу. Соншалықты тақуалыққа жету, Мен өткен жегі недерде де айттым. Бір қыз болған, оның сиыры болған деп, Сонда ол сиыры көршісінің үйінің алаңына өтіп кеткенде шөбін жеп атқан екен. Сосын барып ол қыз көріп келеді екен, ана сиырын сауып, сүтін көршісінің үйіне апарып береді екен. Сонда көршісі айтады ғой, не үшін әкеліп жатсың енді? Ол сүтіңді десе, менің сиырым сіздердің шөптеріңізді жеп қойыпты деп. Ой, қоя салшы, ол шөпте тұрған не бар деп енді көршілер сөйтеді ғой. Жоқ деген екен. Алланың атымен ант етейін, осы шөпті жеген сүтті тазарғанға дейін мен сіздерге әкеліп тұрам дейді екен. Міне тақуалық. Сонда ешкімнің ешбір хаққысына кіріп кетпейтіндей болу. Субханалла. Осы жақында болған оқиға екен. Францияда бір қыз исламды қабылдайды екен. Сөйтіп исламды қабылдап намаз оқиын десе, бүкіл енді олар христиан ғой, отбасы қарсы екен. Намаз оқыса киімін жыртып, орамалын шешіп тастап сөйтеді екен. Сонда ана кісі шейхқа сұрақ қойып жатыр. Я шейх дейді, мен осылай исламды қабылдадым. Мен намаз оқысам сөйтіп орамалымды жыртып тастайды. Мен енді қазір ванна комнатасы бар ғой, соған киімдерімді тығып қойып, туалет емес, ванналар болады, есім жоқ. Намазды сол жерде оқып жүрмін. Менің намазым қабыл бола ма деп сұрайды екен. Сол кезде ана шейх жылап жібереді екен. Сен білесің ба дейді,
сенің ана ваннада оқыған намазың біздің мешітте оқыған намазымыздан әлде қайда артық қой Раббың үшін. Көрдіңіз ба? Соншалықты адам мысалы тақуалықта қиналып жүріп істейтін адамдар бар, иә? Біз қазір еркін жағдайда сол нәрсенің қадірін білмей жүрміз. Сондықтан да біз күмәнді нәрселерден аулақ болуымыз керек. Тілді сақтау. Енді өткен жолы мен сіздерге айтқан болатынмын, иә? Мына жүректі кірлететін есіктер болады. Қазір мына терезелердің барлығын ашып қойсам, мына бөлме шаң болып кетеді. Тура сол сияқты мына тіл, өсек, ғайбат, ол мына жүректі кірлететін есік сияқты. Шаң қалай кірлетеді? Неғұрлым біз өсек, ғайбат, жаман сөздерді айтамыз, соғұрлым жүрегіміз кірлейді. Сондықтан да біз тілімізге ие болуымыз керек екен. Одан кейін жүректі тазалау, нәпсінің дерттері. Жүректі білесіздер, жүрек қатаяды, жүрек ауырады, жүрек кірлейді, иә? Осы жерде жүректі ауыртатын, яғни дертке шалдықтыратын, ол нәпсінің дерттері. Біз мынау Ихсан сабағында осыны өтіп жатырмыз қазір, жүректің дерттерін, әр сабағында, иә? Сонда осы жүректің дерттері тақуалыққа жетуге кедергі келтіреді екен, қыздар. Бағанағы айтқандай, сіз намаз оқисыз, құлшылық қыласыз, бірақ жүрегіңізде тәкаппарлық бар. Не істейсіз? Сіз біреудің сөзін көтере алмайсыз, айғайлап кетесіз. Біреуден өзіңізді артық көріп, оны кемсітуге тырысасыз. Яғни ол біздің тақуалыққа жетуімізге кедергі. Сондықтан мына жүректегі тәкаппарлықты емдеу, қызғаныш, көре алмаушылық, жауапсыздық, аманатсыздық, уәдеде тұрмау, осының бәрі жүректің дерттері. Мынада өттік қой, қаншама демеді жаңағы. Қапылдық, ғашықтық, өткіл дерттер, осы дерттердің бәріне емдеуіміз керек. Өйткені Алла тағалаға біз таза жүрек. Мына тақуалық жүректің тазалығымен өлшенеді ғой. Иншалла. Одан кейін өз-өзімізді есепке алу. Мухасаба дейді, жаңағы өз-өзін есепке алып жүретін адам. Егер біз өз-өзімізді есепке алмасақ, біз телефон жырлап жатыр. Өшіре саласыз ба? Өшті ма? Сонда қараңыздар, өз-өзімізді есепке алу, мысалы Омар радиаллаху анху үйінің ішінен терең қылып құдық қазып қойғандай, көр сияқты қылып. Күніге кешке қарай барып, сол жерде жатып өз-өзінен есеп алады екен. Сонда өз-өзімізден есеп алу дегеніміз не? Мен Алланың разылығы үшін қандай амал жасадым бүгін деп есепке алу өзімізді. Бүгін Раббымның разылығы үшін қандай амал жасасам екен деп есепке, жоспар құру. Сонда негізі әр түні ұйықтайтын кезде бүгін Раббым разы болатындай қандай амал жасадым деп өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Күніге. Кешке қарай жататын кезде дұғаларыңызды оқып, сөйтіп жатасыздар. Сол кезде бір сәт просто стоп деген техника бар. Просто стоп жасаңызда, мен бүгін Раббым разы болатын қандай амал жасадым. Болды. Осы сұрақты қойыңыздар, жауап беріп көріңіз. Ертең сол нәрсені тағы да қайталаңыз. Ең жақсы орта. Орта ол жамағат, араласатын орта. Ол орта сізді жаңағы айтып кеткендей Нас сүресінде айтады ғой, адамдардың шайтаны деп, Құл аузу би роббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати уан нас. Минал джиннати уан нас. Жындардан болған және адамдардан болған. Уәсуәс екі жақтан болады, жындардан да, адамдардан да. Сондықтан да егер сізді үнемі мынау дін үшін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дін үшін ортасын ауыстырған адамға Алла тағала өзінің сол достарынан да артық хайырлы достар нәсіп етеді. Сондықтан ортаңыз сізді харамға үнемі шақырып жүретін болса, ортаңызды ауыстырудан ешқандай қорықпаңыз. Алла сізге хайырлы, одан да 1000 есе хайырлы орта нәсіп етеді, иншалла. Өйткені екі адам дос болса дейді, мысалы есекпен әтеш дос болса дейді, немесе есек әтеш болып шақырады дейді, немесе әтеш есек болып ақырады. Көрдіңіз бе? Сонда
сіз досыңыздың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, әр адам досының дінінде дейді. Сіздің досыңыз сіздің дініңізге міндетті түрде тікелей әсер етеді. Әсіресе мына балаларымыздың ортасын, кішкентай кезден ортасын қалыптастыру. Мысалы, мешітке берсеңіз, оның ортасы қалыптасады сол жерде. Дана намаз оқитын, Құран жаттап жүрген бір діндес бауырлары болғанын қадағалауымыз, иә. Міне біздің мешіттегі мынау, неге біз ай сайын Құран хатымды осылай жиналып, үйде жасауды қолға алып жатырмыз? Өйткені солай орта қалыптастырамыз. Бір-бірімізді жақын танимыз, бір көрген кезде бүйтіп отырмыз, екінші көргенде шатаймыз, үшінші көргенде бір-бірімізді сағынатын дәрежеге жетеміз. Сіздер де бір-бірлеріңізге себепкер болсаңыздар. Біреу Құраннан қиналып жүр ма? Жүре ғой, мен саған үйретейін, көмектесейін, иә? Уақытыңызды бөлу, біреу ауырып жүр ма, халін білу. Міне, бізде қазір жамағатымыз Аллаға шүкір осы нәрсені сіңіріп жатырмыз, иә? Біреу ауырды ма, жағдайын біліп, қиналып жүр ма, оған жәрдем беріп, сол сияқты иманы әлсіреп жүр ма, оны осылай шақырып, келмей қалды ма, іздеу. Мұсылманның алты хақысы бар ғой, иә? Сол нәрсені істеу. Сондықтан да жақсы орта ол тақуалықты арттырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, қасқыр дейді, ол ана неден, отардан бөлінген қойға шабады деген. Сол сияқты шайтан аузубилада жамағаттан бөлінген адамға үйір болады деген. Мешіт, ешкім жаңағы, ойбай, мешітке барып жүрген адам білімі жоқ, жаңағы дым білмейтін болғасын барып жүр, мен бәрін білем деген сияқты нәрсе жоқ. Бұл жерде бір-бірімізбен ақыреттік бауырларымыз біз. Бір-біріміздің иншаалла жәннатқа бара жатқан, жәннаттың жолында қол ұстасып бара жатқан адамдармыз біз. Иншаалла, даже қиямет күні жәннатқа кіретін кезде де сол қол ұстасқан кезде бір-бірімізді іздейміз. Ана бауырым қайда мешітке келіп жүрген, мына бауырым қайда, мен ол кірмейінше кірмей, мен оған куә болғам. Көрдіңіз ба? Дұға мұсылманның қаруы деп айтамыз, иә? Бұл тақуалық мынандай болмау керек. Мен тақуалыққа жеттім, мен тақуалыққа жетем деген нәрсе жоқ. Алланыкі, Алладан келетін сыйлық тақуалық. Сіз Алла үшін істейсіз, Алла сізге одан қарымтасы ретінде жүрегіңізге тақуалықты береді, көрдіңіз бе? Қандай керемет сыйлық қой. Айтыңыздаршы, мына жүрекке тақуалық кірген кезде, анау айтады ғой, жүректер тыныштық табады деп. Неге менің жүрек, біз айтуымыз мүмкін, осы айтады ғой, Құранды оқып жүректер тыныштық табады. Неге менің жүрегім тыныштық таппай жатыр деп адамдар айтуы мүмкін, да? Неге таппай жатыр? Себебі сен жүрегіңе тақуалықты жинай алмай жатырсың. Ал жүрегіңде тақуалық болса, сен Құранды оқығанда тыныштық тауып, бүкіл нәрсені ұмытып кетесің. Кезінде намаз оқығанда сахабалар аяқтарын кескен ғой, қараңыздар. Қандай жүректегі тақуалық, иә? Сонда мына жүректе тақуалық болған сайын сіздің жүрегіңіз тыныштық табады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, я Аллахым, жүрегіме тақуалық бере көр деп дұға жасаған. Иә? Сондықтан да үнемі Раббымнан осы тақуалықты сұрауымыз керек екен. Алла тағала, біліңдер, ақиқатында Алланың достарына, әулиелеріне қорқыныш жоқ. Әрі олар қайғырмайды. Олар иман келтіріп, тақуалық еткендер дейді. Сіздерге бүгінгі семинардың соңында Алланың осындай сүйіншісімен бітіргім келіп тұр. Не дейді Алла тағала? Біліңдер дейді. Алла уәде беріп тұр. Алланың уәдесі хақ. Берді ма уәде? Міндетті түрде орындайды. Ендеше Алла тағала бізге не деп тұр? Біліңдер дейді. Ақиқатында Алланың достарына, әулиелеріне қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды дейді. Енді біз ойлауымыз мүмкін, әулиелер достары деп тұр ғой, енді бұл жерде дос. Алланың достары. Енді мен Алланың досы болу үшін қандай болуым керек? Дос болғыңыз келе ме Алланың? Алланың досы болғым келеді. Алла кейінгісі аяттың жалғасында не дейді? Олар кімдер дейді? Сол достық дәрежесіне жететін адамдар сипаттап тұр. Олар иман келтіріп, бағанағы айтқан яқини, тақуалық еткендер. Қараңыздар, екі ақ нәрсе керек екен бізге Алланың досы болуымыз үшін. Егер біз Алланың досы дәрежесіне жетсек, оларға ешбір қорқыныш жоқ. Ешбір нәрсе қайғы жоқ. Ойлаңызшы, Алланың достары. Алланың шынайы досы болған. Неге? Мына әулие деген ұғым біздің қазақта қатты дамып кеткен. Біздің ата-бабаларымыздың ішінде сондай тақуа кісілер көп болған ғой. Олар дұға жасаған кезде дұғалары қайтарылмайтын болған. Кейін біздегілер оны бір мистика қылып алғанда, негізі ол мистика емес. Бұл жердегі нәрсе, қыздар,
шынайы тақуалық. Бірақ ешкім мен әулиемін деп айтпайды. Қараңыздаршы, Құран бізді, жүрегіміз Құранға толық сенген кезде, Құран бізді тәрбиелейді. Құран бізді тақуалыққа жеткізеді, иншалла. Ал енді, иншалла, Алла тағала осы біздің бүгінгі алған ілімімізді хайырлы берекелі болуын нәсіп етсін. Енді мен ойлаймын, Алла тағала қалаған сөздер осы жерде айтылды, қалаған ақпараттар берілді. Осы семинарды жасамас бұрын мен дұға еткем, Аллахым, сені өзің жақсы көрген сөздерді сөйлетіп, адамдар неге мұқтаж, сол сөздерді менің аузыма салшы деп. Біз әрқайсымыз бір амал жасадық па, Раббым, осы дұғамды, осы құлшылығымды қабыл қылшы деп дұға сұрауымыз керек. Рабб, осы құлшылығым қабыл болды ма екен деп. Көбінде мен өзімде байқадым, осы нәрсені ұмытып кетеді екен. Жасап кете береміз да. Ал біз әрбір құлшылығымыз осы қабыл болды ма екен? Намаз оқып болдыңыз, намазым қабыл болды ма екен? Раббым, намазымды қабыл алшы. Оразамды қабыл алшы. Құлшылығымды, бүгін ілім алуға келдім, Раббым, осы ниетімді қабыл алшы. Раббым, осы ілім алған уақытымды өзіңнің амал таразыңда ауыр тартатын амалдар болуын нәсіп етші, Раббым. Ниетімнің бұзылып кетпеуін нәсіп етші. Біз амалдарды тау жасауымыз мүмкін, бірақ біздің ниетіміз себебінен ол қабыл болмай қалуы мүмкін. Сондықтан біз әр құлшылығымыздың артынан сол құлшылығым қабыл болса екен деп дұға жасап уайымдауымыз керек екен. Сондықтан да иншалла, Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ла илаха илля анта, астағфирука ва тубу илейк, я Раббал аламин, аршил азим, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи азим. Алла тағала, я Раббал аламин, Аллахумма салли ва саллим аля набийна Мұхаммад. Я әлемдердің Раббысы, сен көрушісің, әл-басир, естушісің, әс-самих, я Раббым. Сенің құдіретің шексіз, я Раббал аламин. Бәрін көрушісің, жүрегіміздегі ниетімізді көрушісің, я Раббым. Я Раббым, осы жерде қол жайып отырған әрбір жанның жүрегіндегі мұқтаждықты көрушісің, я Раббым. Я Раббым, сен әл-уадудсың, құлдарыңды жақсы көрушісің. Я Раббым, сен бізге тек қана жақсылық пен нығметтерді, я Раббым, кез келген нәрсені хайырмен берушісің, я Раббым. Өзіңнен келетін бүткіл нығметке біз мұқтажбыз, я Раббым. Өзіңнен келетін бүкіл жақсылыққа мұқтажбыз, я Раббым. Я Раббал аламин, бір өзің әл-мәликсің, бүкіл нәрсенің иесі бір өзіңсің, я Раббым. Бүкіл ризықтың, ілімнің, бүкіл нәрсенің иесі, патшасы өзіңсің, я Раббым. Я Раббал аламин, я әл-хафиз, расында біздің қорғаушымыз, біздің санамызға осы білімді сақтаушы бір өзіңсің, я Раббым. Өзіңнің шексіз мейіріміңе, я ар-рахман, я ар-рахим, өзіңнің шексіз мейіріміңе мұқтажбыз, я Раббым. Я Раббым, осы алған ілімімізді жүрегімізге қондыра көр, я Раббал аламин. Осы алған ілімдеріміз арқылы өзіңе деген махаббатымыздың артуын нәсіп ете көр. Өзіңді жақсы көретін құлдардан болуымыз нәсіп ете көр. Өзің бізді жақсы көрген құлдардан болуымыз нәсіп ете көр. Я Раббым, бізді хақ жолыңа, осы тура жолыңа, ихдинас сиротал мустақим жолыңа салғаннан кейін ешқашан бізді адастыра көрме, я Раббым. Деміміз кеудемізден шыққанша осы хақ жолыңда болып, я Раббым, өзіңнің разылығыңа жеткен құлдардан болуымызды. Ең соңғы деміміз ла илаха илlallah, Мұхаммаду Расулалла болып, я Раббым, өзіңмен қауышуымызды нәсіп ете көр. Я Раббым, өзіңмен қауышатын күні сондай таза жүрекпен, қалбун салиммен жолығуымызды нәсіп ете көр. Я Раббым, расында бір өзің біздің жүректерімізді дүниелі сыртымызға, бейнемізге емес, біздің жүректерімізге қараушысың. Я Раббым, өзіңмен қауышатын күні тап-таза жүрекпен баруымызды, тақуалыққа толған жүрекпен баруымызды нәсіп ете көр, я Раббым. Я Раббым, өзің тақуаларға дайындаған жәннатыңа кіретін құлдардың қатарынан болуымызды нәсіп ете көр, я Раббым. Я Раббал аламин, бізге жәннатыңды нәсіп ете көр. Я Раббым, бізге жәннатыңды нәсіп ете көр. Фирдаус жәннатында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болуымызды нәсіп